Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видео көпшілігіміз бұл өзімізге таныс, білеміз деп ойлайтын, бірақ шын мәнінде көп қате жіберетін тақырыпқа арналады. Мен көп жылдық тәжірибемде мынаны байқадым. Қабылдауыма келетін әйелдердің көпшілігі, тіпті жоғары білімді, өз денсаулығына мұқият қарайтын әйелдердің өзі интимдік гигиена туралы қате түсінікте жүреді. Кейбіреуі тым аз күтім жасайды, кейбіреуі керісінше шамадан тыс тазалыққа ұмтылып, өз денесіне зиян келтіреді. Бүгін біз осы қателердің қайсысы қандай ауруға әкелетінін егжей-тегжейлі талдаймыз. Алдымен, неде бұл тақырып соншалықты маңызды екенін түсіндірейін. Әйел жыныс мүшесі, өзін-өзі реттейтін, нәзік экожүйе. Онда пайдалы бактериялар, негізінен лактобактериялар, тұрақты түрде қышқылы орта құрып, зиянды микроорганизмдердің көбеюіне жол бермей отырады. Бұл табиғи қорғаныс жүйесі. Ал біз осы жүйеге дұрыс емес әрекеттермен араласқанда, оның тепе-теңдігі бұзылады. Содан кейін инфекциялар, қабынулар, тіпті созылмалы аурулар пайда болады. Бірінші қате – шамадан тыс жуу. Көптеген әйелдер неғұрлым жиі жусам, соғұрлым таза боламын деп ойлайды. Бұл үлкен қате. Күніне бірнеше рет сабынмен жуу, әсіресе қарапайым иіс сабынмен интимдік аймақтың табиғи қышқылды ортасын бұзады. Қалыпты жағдайда бұл аймақтың pH деңгейі қышқыл болуы керек, шамамен 3,8-ден 4,5-ге дейін. Ал әдеттегі сабынның pH деңгейі сілтілі, яғни 9-10 маңайында. Сабынмен жиі жуу лактобактерияларды жойып, ортаны сілтіге қарай ауыстырады. Нәтижесінде зиянды бактериялар мен саңырауқұлақтар еркін көбейе бастайды. Осының салдарынан ең жиі кездесетін жағдай бактериалды вагиноз. Бұл инфекция емес, дәлірек айтқанда микрофлораның теңгерімсіздігі. Бірақ ол жағымсыз иіс, бөлінділердің өзгеруі, қышшу сезімін тудырады. Көп әйел мұны тағы да инфекция жұқтырдым деп ойлап, тағы да сабынмен жиірек жууға тырысады. Бұл жағдайды одан сайын ушықтырады. Бұл қате шеңбер, оны түсіну өте маңызды. Екінші қате – интимдік душты дұрыс пайдаланбау. Вагинальды душ, яғни арнайы сумен немесе ертіндімен жатыр мойын арнасын шаю, бұл көптеген елдерде әлі күнге дейін кең тараған тәжірибе. Бірақ дәрігерлер оны мүлдем ұсынбайды, тек арнайы медициналық көрсетілім болмаса. Себебі бұл процедура қынаптың ішкі ортасын толықтай жуып тастайды. Пайдалы бактерияларды да, қорғаныс шырышында. Бұдан кейін инфекцияға қарсы табиғи тосқауыл болмайды. Ал зиянды микроорганизмдер жоғары жатырға дейін еркін көтеріле алады. Бұл жағдай жатыр қосалқыларының қабынуына, яғни аднекситке, кейде тіпті кіші жамбас қуысының қабыну ауруына әкелуі мүмкін. Ал бұл ауру өз кезегінде бедеулікке дейін апаруы мүмкін. Үшінші қате – синтетикалық және тар киім. Синтетикалық материалдан жасалған, әсіресе тар іш киім ауа алмасуды нашарлатады. Ылғал мен жылуды сақтап қалады. Ал ылғалды, жылы орта, саңырауқұлақтардың, атап айтқанда кандида тұқымдасының көбеюі үшін ең қолайлы жағдай. Осының нәтижесінде вагинальды кандидоз, жайдағы тілмен айтқанда молочница деп аталатын жағдай дамиды. Бұл ауру өзі қауіпті емес, бірақ жиі қайталанса, созылмалы түрге өтіп, өмір сапасын айтарлықтай төмендетеді. Сонымен қатар тар джинсы, синтетикалық шалбар күнделікті киілсе, аймақтағы қан айналымы да нашарлайды. Бұл жергілікті иммунитеттің әлсіреуіне себеп болады. Төртінші қате – гигиеналық қыналарды дұрыс пайдаланбау. Күнделікті гигиеналық қыналарды үздіксіз әр күн сайын пайдалану қазір өте кең тараған әдет. Бірақ дәрігерлер бұған да сақтықпен қарайды. Себебі көп қыналар ауа өткізбейтін материалдан жасалады. Бұл жылу мен ылғалды ұстап тұрады. Дәл синтетикалық іш киім секілді әсер етеді. Сонымен қатар хош иісті қыналардың құрамындағы химиялық қоспалар аллергиялық реакция, тітіркену, контактілі дерматит тудыруы мүмкін. Етеккір кезінде тампондар мен гигиеналық қыналарды уақытында ауыстырмау да өте қауіпті. Тампонды 6 сағаттан артық уақыт қалдыру токсиндік шок синдромы деп аталатын сирек, бірақ өте қауіпті жағдайдың дамуына себеп болуы мүмкін. Бұл жағдайда стафилококк бактериясы уыт бөліп, ол қанға сіңіп, дене температурасының күрт көтерілуіне, қан қысымының түсуіне, тіпті мүшелердің зақымдалуына әкелуі мүмкін жедел жағдай. Бесінші қате
Жалпы дене гигиенасының жеткіліксіздігі. Енді керісінше жаққа қарайық. Жеткіліксіз күтімнің салдарлары. Кейбір әйелдер керісінше гигиенаға тым немқұрайлы қарайды. Сирек ауыстырылатын іш киім, ұзақ уақыт жуынбау, әсіресе жедел жағдайларда, саяхатта, жұмыста, спорттан кейін. Бұл жағдайда терідегі және шырышты қабаттағы бактериялар мен саңырауқұлақтар шектен тыс көбейіп, инфекцияға жол ашады. Сонымен қатар, әжетхана жүйесін дұрыс пайдаланбау, артынан алдыға қарай сүрту, яғни анус аймағынан қынапқа қарай микроорганизмдерді тасымалдау, зәр шығару жолдарының инфекциясына, циститке, тіпті қынаптың бактериалды жұғуына тікелей себеп болады. Бұл өте қарапайым, бірақ көп әйел білмейтін немесе ескермейтін ереже. Әрдайым алдыдан артқа қарай сүрту керек, ешқашан керісінше емес. 6-шы қате. Жыныстық қатынас кезіндегі гигиенаны елемеу. Жыныстық қатынастан кейін зәр шығару, яғни несеп шығару өте маңызды әдет. Бұл кезде уретра арнасына түскен бактериялар физиологиялық жолмен шайылып шығады. Егер бұл жасалмаса, циститтің қайталануы жиі кездеседі, әсіресе жыныстық белсенді жас әйелдерде. Медицинада бұл жағдай тіпті арнайы атауға ие, балдама циститі деп аталады. Себебі көбіне жыныстық қатынастан кейін дамиды. Сонымен қатар, серіктестердің де жеке гигиенасы маңызды рөл атқарады. Егер серіктесте тиісті гигиенаны сақтамаса, бұл екі жаққа да инфекция тасымалдау қаупін арттырады. 7-ші қате. Антибактериалды өнімдерді шамадан тыс пайдалану. Қазір нарықта интимдік гигиенаға арналған көптеген өнім бар. Олардың кейбірі антибактериалды деп жарнамаланады. Бірақ шын мәнінде мұндай өнімдер пайдалы бактерияларды да жойып жібереді. Себебі олар жаман мен жақсы бактерияны ажырата алмайды. Нәтижесінде микрофлора теңгерімі бұзылады. Бұл жоғарыда айтылған бактериалды вагинозға және кандидозға тағы да жол ашады. Гигиена қателерінің ұзақ мерзімді салдарлары. Енді осы аталған қателердің барлығы уақыт өте келе қандай салдарға әкелетінін қорытындылайық. Бірінші, ең жиі кездесетіні созылмалы қайталанатын инфекциялар. Бактериалды вагиноз бен кандидоздың үнемі қайталануы. Бұл жағдай әйелдің өмір сапасын айтарлықтай төмендетіп қана қоймай, жыныстық өмірге де кедергі келтіреді. Екінші, елеулі салдар. Жоғары көтерілетін инфекциялар. Дұрыс емес гигиена салдарынан пайда болған қынаптағы қабыну, ем қабылданбаса немесе дұрыс емделмесе, жатыр мойнына, содан кейін жатырдың өзіне, одан әрі матыч түтіктеріне және аналық бездерге дейін көтерілуі мүмкін. Бұл жағдай кіші жамбас қуысының қабыну ауруы деп аталады. Ал бұл ауру өкінішке орай матыч түтіктерінің бітелуіне, ал бұл өз кезегінде бедеулікке немесе жатырдан тыс жүктілік қаупінің артуына әкелуі мүмкін. Үшінші салдар. Зәр шығару жүйесінің созылмалы инфекциялары. Дұрыс емес гигиена, әсіресе артынан алдыға сүрту әдеті, жиі циститке, ал ем дер кезінде жасалмаса, инфекцияның бүйрекке дейін көтерілуіне, пиелонефритке әкелуі мүмкін. Төртінші, аз айтылатын, бірақ маңызды салдар. Созылмалы қабынудың ұзақ мерзімді әсері. Ғылыми зерттеулер созылмалы қабыну процестерінің жатыр мойны эпителийінің өзгеруіне, адам папиллома вирусының белсенділенуіне қолайлы жағдай тудыруы мүмкін екенін көрсетеді. Бұл жатыр мойны обырының даму қаупін арттыратын факторлардың бірі болуы мүмкін. Әрине, басқа факторлармен қатар. Дұрыс гигиена қалай болу керек? Енді қорқытып қана қоймай, дұрыс жол қандай екенін түсіндірейін. Интимдік аймақты күніне бір рет жылы сумен, қажет болса, арнайы pH теңгерімі сақталған, хош иіссіз интимдік гигиена құралымен жуу жеткілікті. Сабынды тек сыртқы аймаққа қолданып, қынаптың ішіне ешқашан ешбір зат кірмеуі керек. Себебі қынаптың өзін-өзі тазартатын мүше, оған сырттан араласудың қажеті жоқ. Іш киім натурал материалдан, мақтадан жасалған болуы тиіс, тым тар болмауы керек. Гигиеналық қыналарды күнделікті пайдалану қажет болса, ауа өткізетін, хош иіссіз түрін таңдау керек. Тампондар мен қыналарды етеккір кезінде уақытылы, ұсынылған уақыт аралығында ауыстырып отыру керек. Әжетхана жүйесін пайдаланғанда әрдайым алдыдан артқа қарай сүрту,
жыныстық қатынастан кейін несеп шығару, серіктеспен де гигиена мәселесін ашық талқылау. Осының барлығы қарапайым, бірақ өте тиімді әдеттер. Ал ең маңыздысы, денеңізде кез келген өзгеріс байқасаңыз, жағымсыз иіс, түсі өзгерген бөлінді, қышу, ауырсыну, өзін-өзі емдеуге тырыспай гинекологқа қаралыңыз. Себебі көптеген жағдайда қарапайым консультация мен дұрыс диагностика ұзақ, қиын емдеуден әлдеқайда тиімді әрі жылдам нәтиже береді. Қорытынды. Сонымен бүгін біз дұрыс емес гигиенаның қандай ауруларға әкелетінін толық қарастырдық. Шамадан тыс жуудан бастап, синтетикалық киімге, гигиеналық құралдарды дұрыс пайдаланбауға дейін, осының барлығы бактериалды вагиноз, кандидоз, циститтен бастап, кіші жамбас қуысының қабыну ауруына, тіпті бедеулікке дейін апаруы мүмкін екенін көрдік. Есіңізде болсын, денсаулық күрделі емес, бірақ тұрақты әдеттерден тұрады. Дұрыс гигиена бұл шеттен тыс тазалық емес, керісінше дененің табиғи тепе-теңдігін құрметтеу. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, оны жақындарыңызбен бөлісіңіз. Себебі бұл ақпарат көп әйелге қажет, бірақ сирек ашық талқыланады. Келесі видеода витаминдер және әйел денсаулығы тақырыбында сөйлесеміз. Сау болыңыздар.